Бүгінгі дидактикалық ойындар арқылы балаларға жыл мезгілдерін, түстерді және сандарды үйрететін боламыз. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр және Раян. Бұл менің ұлым жасы 6-да, биыл 1-ші сыныпқа барады. Қазір біз сіздермен бақа мен шыбын деген ойынды ойнағымыз келіп отыр. Ол үшін біздерге арнайы бақалардың суреттері және таңдайды. Бала көзін жұмып отырғанда сандарды ауыстырып тастауға да болады. Қанеке балам, көзіңді жұм. Көзіңді жұм, көзіңді жұм, көзіңді жұм. Таңда. Жақсы, бізге 6 деген сан түсті. Қанеке орнына қой, мына 6 шыбынды қасына қой. Сана Қанеке. 1, 2. Дұрыс. Бұл енді 3. Бұл 4, 5. 6 да? 6. Болды, жеткілікті. Дұрыс екен. Енді мына шыбындарыңды қолына ал. Келесі тағы да санды таңдап көр. Барысында балаға тез есіне сақтауға көмектеседі. Және санын алған бақаны кері алып тастаймыз. Ойыннан шығады 6 саны. Қанеке, көзіңді жұм. Сандардың орнына ауыстырып қоямыз осылай. Қанеке таңда. Бұл қандай сан? 2. Дұрыс ақ, мына біздерде 2, яғни бақаның ішінде 2 деген сан бар. Сондықтан қасына неше шыбын қою керек? 2. 2. Дұрыс. Жарайсың, керемет. Қазір келесі ойын түрін ұсынамыз. Ол ойын түрі жыл мезгілдері деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ойынның аты жылдың 4 мезгілі. Осы ойын арқылы жыл мезгілдерін тез әрі оңай үйренетін болады. Қағаздың шетін арнайы пышақпен кесіп, сол тесіктен қағаздың бөлшегін өткіземіз. Сол арқылы жүргізіп, жыл мезгілдерін балаларға үйретуімізге болады. Мұнда қыз, мұнда да қыз. Көктем, мұнда да көктем. Мұнда жаз. Иә, Мына жаз. сетте де жаз. Енді бізге күз келді. Мына сетте де күз болды. Жылдың неше мезгілі бар, балам? Жылдың 4 мезгілі бар. Ойынның аты? Аюда емдеу. Бұл ойын барысында балалар түрлі түстерді және пішіндерді үйренетін болады. Қанеке, Раян, ойынды бастай қой өзін. Бірінші аюларды түрлі түсті жапсырмаларды, яғни лейкопластырды жабыстырып емдеу қажет. Қанеке, бастай қой. Бірінші олар түрлі түстерден, келесі жапсырмалар әртүрлі пішіндерден тұрады. Раян өзі бастайтын болады. Қанеке, Раян, бастай қой. Мен пішіндерден бастаймын. Пішіндерден бастайсың ба? Жақсы, бастай қой. Бұл енді ромба. Көрсете қой. Ромба. Дұрыс па? Міне, оны аяғына. Дұрыс. Ал бұл 4 бұрыш. Иә, 4 бұрышты қайда жабыстырасың? 4 бұрышты мына жүрегіне. Кеудесіне жабыстырасың, иә? Кеудесіне. Ал бұл жұлдыз. Жұлдызды мына бетіне жабыстырдың да? бетіне жабыстырдық. Ал бұл қосу белгісі. Қанеке, қосу белгісі. Дұрыс. Келесі. Бұны да бетіне жабыстырдық. Бұл жүрек. Жүрек, дұрыс-ақ. Жүректі бұл Жүрек түсіне жабыстырып жатсың да? иә. Жүрек түсі. Ал бұл деген шеңбер. Шеңбер, дұрыс-ақ. Ал бұл үшбұрыш. Үшбұрыш. Бұны маңдайына жабыстырдық. Жақсы. Аюды емдеп болдық. Ал енді біз деген екінші аюды емдейміз. Екінші аюдың түстерімен. Бірінші қандай түс? Жасыл. Қайда жасыл түс? Бұны да маңдайына жабыстырамыз. Ал бұны деген күлгін. Күлгінді мінекей жүрек
туысына, кеуде тұсына, кеудесіне. кеудесіне жабыстырамыз. Бұл сары, бұны бетіне, Мхм. ал бұл сарғылтты аяғына жабыстырып жатыр. Ал бұл мінекей қоңырды да аяғына жабыстырдық. Ал енді біз көкті жабыстырамыз. Көк міне ол жүрегіне жабыстырдық. Ал бұл мінекей қызылды да бетіне жабыстырдық. Мхм. Жақсы. 2 аюды да емдеп болдық. Енді біз келесі видеомызды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.